Сәлем барлықтарыңызға. Бұл жолы кезеттің телеграмда жасап атқан екінші голосовой чаты. Жалпы не үшін университетте оқимыз деген. Өйткені осыдан 1-2 күн бұрын ба мен осы талапкерлерге достық білім беру орталығының шақыруымен семинарға барғам. Сол жерде 1-2 сұрақ сұрады, сол туралы шамалы қозғағым келді да. Негізі тақырып мынандай еді. Грантқа түскен оқушы 3 жыл өз мамандығы бойынша жұмыс жасап беруге міндетті. Егер жұмыс жасамайтын болса, то есть мемлекет төлеген ақыны қайтарып беру керек деген сондай заң бар. Яғни 4 жыл сізді мемлекет тегін оқытқаннан кейін, сіз 3 жыл сол оқытқан мамандығы бойынша жұмыс жасау керексіз. Сөйтіп бір оқушы сұрайды былай дейді. Сонда бізге жұмыс тауып бере ма дейді. Сосын мен былай ойлап қалдым да, енді мен айтам, ешкім саған жұмыс тауып бермейді, жұмыс тауып беруге де міндетті емес. Біздің ойымызша, оқушылардың көбісінің ойынша, түсінген бойынша мынандай түсінік қалыптасып қалғанда, мысалы мектеп бітірем, мен жаңа мамандық таңдаған сияқты мамандықтар таңдаймын да, жетіп грантқа түсіп университет оқимын. Дальше типа сол сияқты жұмыс берушілер мені күтіп отырады екен. Сөйтіп бүйтіп сұрақ сұрайды да, мына мамандыққа түссем жұмыс табыла ма деген сияқты. Или там мына мамандыққа түссем жұмысқа орналасу оңай ма деген сияқты. Негізі кез келген сала бойынша, яғни мемлекет грант бөліп жатқан болса, ол мамандық бойынша маман керек деген сөз да, жалпы айтқан кезде. Енді жұмысқа орналаса алмау, ол сіздің қаншалықты мықты мамансыз соған байланысты. Көбісі ойлайды, мысалы университет 4 жыл оқып шықсам болды, все, мен жұмыс күтіп тұр екен, бітірем, қазір алдында білмеймін 100 шақты мекеме мені күтіп тұрады, сосын біреуін таңдап барам. Ондай емес, вообще ешкім күтпейді сені. То есть ешқандай жұмысшы күтпейді. Егер просто университетті оқып шықсаңыз, ешқайда жұмысқа тұра алмайсыз, айтайын да, жалпы айтқан кезде. И ешкім сізге жұмыс беруге міндетті де емес та. Егер мемлекет сізді оқытқан болса, сіз өзіңіз жақсы білім алып, әрі қарай жақсы жұмыс жасап, сол сала бойынша жаңа мемлекетке салығыңызды төлеу керексіз да, жалпы айтқан кезде. И егер сіз жұмыс тауып береді екен, мені күтіп отырады екен деген сияқты ойлайтын болсаңыздар, жұмыс таба алмайсыздар, оны гарантия беремін да. Тем более бізде оны көріп жүрген шығарсыздар, туысқандарыңыз болуы мүмкін, көршілеріңіз болуы мүмкін, таныстарыңыз болуы мүмкін, қызыл дипломға бітірдім дейді, бірақ жұмыс жоқ деген сияқты айтады да. Кінәлі кім? Жаңа жұмыс беруші ма, мемлекет па, сол сияқты қарайды да. Жоқ, кінәлі олар емес, кінәлі біз өзіміз, өйткені дұрыс білім алмағанбыз, толық өзімізді жетілдірмегенбіз, тағы қосымша ізденбегенбіз. Егер тек қана университеттің біліміне ғана сеніп қалатын болсаңыздар, жұмыс таба алмайсыздар, гарантия беремін да оған. Вот соны айтайын деген. Мысал ретінде көп мысалдар келтіре беруге болады. Мысалға Джек Маның өмірі туралы оқығам, көргем, сол жақта айтады да, ол былайынша жұмыс жасап жүріп, или университетте оқып жүріп, қосымша тағы бір нәрселерге дайындалғанда, егер қосымша 8 сағат жұмысым жеткілікті деп ойлайтын болса, қосымша тағы бір нәрселерге дайындалмайтын болса, ол әрқашан үлкен компания құра алмайтын еді, дами алмайтын еді. Тура сол сияқты сіздер университетке түскеннен кейін де қосымша дайындалмайтын болсаңыздар, өздерін жетілдірмейтін болсаңыздар, ешқай жаққа жұмысқа тұра алмайсыздар, өте қиын болады да. Жұмысқа тұруыңыз мүмкін, жаңа официант бір нәрсе деген сияқты, сондай жерлерге сөйтіп жаңағы, или грузчик деген сияқты сондай жұмыстарға тұра бересіздер да, жалпы айтқан кезде. Бірақ дұрыс жұмысқа тұру үшін өзіңізді қолдан қосымша дамыту керексіз.